Сәлеметсіздер оқушылар, бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы сақтар туралы тарихи мәліметтер екінші сабақ. Оқушылар естеріңізде болса, өткен сабақта мен сіздерге айтқам, осы тақырыптың 2 сағатқа берілгенін. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: қандай тарихи дерек көздері сақтар туралы мәлімет береді? Сабақтың мақсаты ежелгі грек деректерімен танысу, ежелгі парсы жазбаларын оқып білу, деректер бойынша сақтар тарихын зерделеу. Ең алдымен оқушылар білімнің сайтын пайдаланып, сақтар туралы тарихи мәліметтерге байланысты бейне материалдар көретін боласыздар. Ал парсы сақтар туралы не дейді? Парсы сарайында тұрған грек тарихшысы Ксенофонт парсы патшасы әр елден келген салтаттылардың жарысын ұйымдастырды. Жарыс жолының ұзындығы 5 шақырымнан асады және осы жарыста сақ жігіті жеңіске жетті деп сақтардың ерекшелігін сипаттаған. Ксенофонт ежелгі грек жазушысы, тарихшы, ол Сократтың шәкірттерінің бірі. Бұл тайпалар жайлы мәліметті Страбон еңбектерінен де табуға болады. Ертедегі грек географы әрі тарихшысы, география еңбегінің авторы Страбон Каспий теңізінің шығысына қарай тұратындарды массагеттер мен сақтар деп атады. Ол сақ тайпалары туралы садақ пен қылыш және қола балталармен қаруланып сауыт киген, сақтар ақ көңіл, уәдеге берік халық деп жазған. Ол сақтардың Шірік Рабат, Бәбіш Молда, Баланды қалалары туралы жазып қалдырған. Страбон ежелгі грек географы, тарихшысы. Греция, Кіші Азия, Италия және Египетке саяхат жасаған. Ол тарихи жазбалардың және 17 кітаптан тұратын география атты еңбектің авторы. Ктеси, сақ әйелдері ер жүрек келеді. Соғыс қаупі төнсе, ерлеріне көмектеседі деп баяндаған. Оқушылар, біз бір бейне материалды көріп аяқтадық, келесі бейне материалды көреміз. Сақтардың басқа елдермен соғыстары туралы қандай деректер бар? Бірінші Дарий мен сақ патшасы Схунханың арасындағы соғысты грек авторы Полиен баяндап, Шырақ есімді сақ бақташысының ерлігін ерекше жырлаған. Томирис ханшайым туралы қандай деректе айтылған? Томирис пен Кирдің шайқасын баяндаған Рим тарихшысы Помпей Трок Томирис туралы әйел болса да ол жауынан қорыққан жоқ деп жазды. Ал сақтардың Александр Македонскийге қарсы күресі және көшпелілердің әскери қару-жарақтарының ерекшелігі туралы грек-македон тарихшысы Ариан жазып қалдырды. Сақтар туралы деректер басқа қандай жазбаларда айтылады? Келесі дерегіміз бірінші Дарийдің Бехестун жазбасы, Ксеркстің дәфтер туралы жазба атты парсы деректерінде сақтарды құдіретті еркектер деп атаған. Ал Авест атты Иран жазбасында сақтар жүйрік атты турлар деп аталады. Парсы жазбаларында Қазақстан аумағын мекендеген тайпалардың бәріне ортақ атау ретінде Сака, сақ сөзі жиі айтылады. Бехестун сына жазуы мен Авеста туралы қандай дерек бар? Бехестун сына жазуы парсы патшасы бірінші Дарий өзінің жеңістерін тарихта қалдыру үшін Ирандағы Керманшан Хамадан жолының бойындағы жартасқа біздің заманымыздан бұрынғы 516 жылы жаздырған жазу. Бехестун сына жазуы 2 бөліктен тұрады. Жоғарғы жағында көтеріліске шыққан дұшпандарын аяғына жығып тұрған Дарийдің бейнесі. Оның айналасында және төменгі жағында көне парсы, Элам, Вавилон тілінде 14 қатар етіп жазылған жазулар бар. Қар, жаңбыр суынан қорғану үшін жартастың төменгі жағы шабылып, тік қашалған. Жартастағы жазуды қалай оқыды? 1837 жылы парсы қызметіндегі ағылшын офицері Генри Роулисон арқанға байланып тұрып, 50 метр биіктіктегі Бехестун сына жазуының көшірмесін алып оқуға мүмкіндік туды. Ал Авеста ежелгі орталық Азияда, Иранда, Әзірбайжан, Ауғанстан жерінде таралған Заратуштра ілімінің қасиетті жазбаларының жинағы. Оқушылар, біз бейне материалды көріп аяқтадық.
Ал енді кыскача конспектти окуңуздар. Окуучулар, кыскача конспектти окуп болсоңуздар, тапсырма орундайык. Биринчи тапсырма — сайкестендирүү. Окуучулар, биринчи тапсырманы орундап болсоңуздар, экинчи тапсырмамызды орундайык. Экинчи тапсырма — бос орундарга керектүү сөздөрдү оруналаштырыңыздар. Яғни окуучта сиздер эмне керектүү сөздөрдү көрүп турсуздар, осы керектүү сөздөрдү осы турган бос орундарга коюп чыгасыздар. Окуучулар, тапсырмаларды орундап болсоңуздар, бүгүнкү биздин сабак аякталды. Сау болуңуздар.